Қазақ халқы дейді, мәселен дейді, мынау дүниенің ұзақтықтарының бірі ол жылқының етін жейді дейді. Жылқының етін жеу бұл Абу Ханифа мазхабында дұрыс емес дейді. Жоқ, жылқының етін жеу имам Абу Ханифа мазхабында екі имам рұқсат берген. Имам Абу Ханифа мазхабын негізінде көп имамдар құрайды. Имам Абу Ханифаның өзі бар, содан кейін үш мүжтәһид мұтлақ дәрежесіндегі имам. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уақытында жейілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзі жеді, сахабалар жейді. Өйткені Асма бин Абу Бәкір разиаллаху анха айтады: "Лақад дабахнал хойла фи ахди наби саллаллаху алейхи акалнаху" дейді. Біз дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уақытында жылқы малын соятын едік, оны жейтін едік дейді. Хайбар соғысы болған кезде бір қазанда жылқының еті қайнады, екінші қазанда қашырдың еті қайнады, үшінші қазанда есектің еті қайнады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам есектің еті мен қашырдың етін төктіріп тастады да жылқының етін жеуге рұқсат берді. Содан біздің халық халал нәрсе жеп жатыр.